Адамдар тас дәуірінде жануарларды үйде ұстауды үйренгендіктен біз оларды адал серіктер мен көмекшілер ретінде сақтап қалдық. Адамдар мен жануарлардың берік қатынастары адамдар мен жануарлар арасындағы өзара тиімді және динамикалы қатынастарға ие. Міне, адамдар мен жануарлар арасындағы ең керемет 5 достық оқиғалар. Уоррен Самбат Камбоджадағы жас бала. Қызық серігі Хомреал деген питон бар. Хомреал бұл 5 метрлік питон және салмағы 100 келі. Бала 3 айға толғанда жылан үйге кіріп кетті. Самбат отбасы жылан сәттілік әкеледі деп санайды. Алайда бұл отбасына қаржылық ауыртпалықты туғызды. Өйткені олар оған аптасына 10 кило тауық етін беруге мәжбүр болды. Ақырында питонды құтқару орталығына жіберді. Бірақ бала өзінің ең жақын досына үнемі барып тұрады. Мэри Тор шамамен 11 жыл бұрын аллигаторды әлі кішкентай рептилий болған кезде асырап алды. Оған Рэмбо есімін берді. Оның жетекшілігімен аллигатор дәретханаға үйреніп, ымдау тілін түсінеді және тіпті квадроциклді айдай алады. 2 метрлі аллигаторды сақтап қалу үшін Мэри 2,5 гектар жер телімі бар жылжымайтын мүлікке көшуге тура келді. Мэри Рэмбомен достығын түсіндірді. Ол менің балам сияқты, ол менің отбасым дейді. Достары Эйсберг және Джон Рэндалл жолбарыстың күшігін 1969 жылы сатып алған. Олар оны Кристиан деп атады. Бірақ бір жыл ішінде олар қиындыққа тап болды. Ол өте жылдам өсті. Кристианды үйде ұстай алмағаны соншалық. Олар үй жануарын Африкаға жіберіп, оны қалпына келтіріп, содан кейін табиғатқа жіберді. Бірнеше жылдан кейін олар Африкадағы досына баруды шешті. Оларға Кристианның оларды тану мүмкіндігі өте аз екендігі ескертілді. Бірақ олар келгенде ескі досы оларды жылы қабылдады. Ол өзінің достарын әлі де жақсы танып, оларды қатты құшақтады. Осыған ұқсастағы бір оқиға бар. Осы жолы іс горилламен болған. Aspinall Foundation бұл ұйымды маймылдарды жабайы табиғатқа өсіру және қайтарумен айналысатын Дамиан Аспинал құрды. Сол өсіріліп күтілген жануарлардың бірі Квиби атты горилла болды. Ол Англиядағы хайуанаттар бағында дүниеге келіп Габондағы джунглияға жіберілді. Бірнеше жылдан кейін Аспинал ол горилланың есінде ме жоқ па білмеді. Сонда да кездесуге шешім қабылдады. Квиби Дамианды ұзақ уақыт бойы құшақтап қимай тұрды. Гепард анасы қорықта 4 жаңа нәрестені туды. Гепард тек күшіктердің тек жартысына ғана күтім көрсете алды. Шуман отбасы қысқа мерзімге 2 күшікті үйге алуға шешім қабылдады. Олардың 2 кішкентай баласы болды. Бірақ алдымен Шумандар гепардтарды олардан бөлек ұстауға тырысты. Және Ким Шуман гепардтарды әр 2 сағат сайын тамақтандыруға мәжбүр болды. Ақыр соңында 1 жастағы гепардтар үйдің артқы қоршауына көшірілді. Балалар үнемі олармен ойнауға келіп тұрады. Осымен бітті. Осындай керемет оқиғалармен достарыңызбен бөлісіңіз. Және аямай лайк басып комментарияда өз пікірлеріңізді жазыңыз.